Баршаға сәлем. Міне мендегі фирма соковыжималка Redmond деп аталады. Енді осы соковыжималканы тазалауды көрейік. Өзім интернеттен қанша неғысам да баста дұрыс үйрене алмадым. Мен қазір ғана шығардым. Алма, свекла и сәбіз. Енді көбінде болатын проблема ол ашу нені қатты қиналмайды. Именно мына негізгі цитрофуга дейді. Осыны тазалау кезінде адамдардың бәрі қиналады. Өзім де біраз интернеттен қарап кейін үйреніп алдым. Енді қазір сіздерге соны көрсететін боламын. Негізі алу оңай екен. Міне екі жағынан қазір көтеріп, бірдей көтерсеңіздер, мынау бірден алынады. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Енді бұны тазалау кезінде раковинаға ең оңай әдістің бірі ол бізге зубный щетка. Ең жақсысы мынаның сеткасы өте нығыз болғандықтан тазалау оңай болмайды, ал щеткамен өте тез. Вот и все. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы болып деген үміттемін. Каналға подписаться етуді ұмытпаңыздар.